Хей, бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен бүгін Жасұлан. Достар, бүгін бізге менің каналымда шықпаған видео, яғни мен достарым маған превью істеп береді, мен оларды алдаған болатын, былай маған мынандай стилде превью керек деп, оны айтатын боламын, ондай превью деп алдаған болатын оларды. Маған екі корабльді қойып, ортасына мені, екінші жағына Асланды қойып, скиндерін қойып соқсатқан сияқты превью істеп бер деп айтып алдаған болатын. Олар сеніп қалды, маған істеп берген болатын көбісі. Олардың аттарын айтып, олардың қандай превью істегендерін шығарамын, маған қандай ниетпен қандай жұмыс бөліп істегенін көретін болам. Сендеше кеттік достар. Так біздегі бірінші превью ол Азмайнго дейтін ютубердікі, менің досым. Ол айтқан болатын, ол өтінішімді қабылдап осылай істеп берген болатын. Ондайға деталдар көп қосқан, негізі олай жалпы жимен істегені көрініп тұр. Әдемі негізі, бірақ мен баға беретін бойынша, енді достарым ренжімейсіңдер, бірақ та мен енді өз талғаммен баға беріп жатырмын. Мен бұған 10-нан 8 берем. Келесі суретке кетейік онда. Келесі превью, бұл да менің досымдікі болғанда айтқан болатын, ол да істеп берді. Ол енді ондайға фотошоп дегенге қызықпайды, сол үшін ондайға істей алмайды, қызығады, негізі просто ондай ютубтың превьюіне қызықпағаннан кейін осылай істеп берген болатын. Жай қарапайым, негізі мен бұған 10-нан 7, 10-нан 7,5 берем. Келесі превью бізде Жасик дейтін баланікі, есімі Жасұлан, екеуміздің есіміміз бірдей. Ол да негіз қарапайым қылып істеген, осылай детал ондайға істемеген. Жаздырған 10-нан 6-7 берем. Болады негізі. Содан кейін достар, мен болған екен басқа. Мен негізі тағы да біздің қандағы Мержан, Айсұлтан олжасқа айтқан болатын, олар оқымады ма білмеймін, мен кешірек жаздым, или түнге қарай жаздым, негізі оқымады. Бірақ ренжімеймін. Мен айтпақшы, өзімде істеген болатын, істеп көрейін салыстырып деп. Мен істегеннен осындай профессионалдың істеген ол бұл. Енді бұған бірақ өзіме баға бермейтін шығармын енді. Бұл превьюға сіздер баға беріп кетіңіздер, достар. Бірақ та мен бұл видео шықпайды, мен бұны өтірік ойдан шығарған идея бұл. Енді бүгінгі видео ұнаған болса лайк басып, арна жазылып отырыңыздар. Бірақ та енді видеоның уақыты өте аз, кішігірім видео болды. Енді кешірім сұраймын, ол үшін да келесіден бастап күшті ұзақ видеолар шығатын болады. Уәде беремін достар сіздерге. Ал ендеше сау болыңыздар достар.